Саламатсыздар ма? Заңды адам ойлап шығарады. Ал одан кейін сол заң адамның өзін бір қалыпқа салады. Демек, заң өмірдің негізгі ережесі деп айтуымызға бола ма? Қазір мен сіздерге бірдеңе айтсам, келіспеулеріңіз мүмкін. Әсіресе заңгерлер. Мейлі өздеріңіз біліңіздер. Мен заңды өмірдің негізгі ережесі деп айта алмаймын. Өйткені заң өмірдің негізгі ережесі мен үшін кез келген уақытта адам болып қалу. Адамдықтың биігінен төмен қарай құлдилаған жерде ешқандай алтын заң ешкімді қорғай алмайды. Мысалы, көзі байлаулы, көңілі тойымсыз, жемқорлыққа белшесінен батқан Фемида ешқашан ешкімге қорған бола алмайды. Бүгін адам және заң туралы ой толғайтын боламыз. Хабарымызға осы салада ширек ғасыр бойына қызмет етіп келе жатқан танымал заңгер, белгілі адвокат, тәжірибелі адвокат Орынбек Тойкин қатысады. Ал сіздер, құрметті көрермендер, әңгіме ұнап жатса, лайк баса отырыңыздар, ұнамай жатса, дизлайк басыңыздар. Басқа да арналарда бөлісулеріңізге болады, пікір жазуларыңызға болады. Осылай ету арқылы менің YouTube арнамның алға жылжуына көмектесетін боласыздар. Алдымен сізге бір жайды ескерте кетсем деймін. Кейіннен мұныңыз не деп сұрап жүрмес үшін. Мен сізге арандату сұрақтарын қоюым мүмкін. Өйткені арандату сұрақтары бұл адамның ішкі жан дүниесінде тереңінде жатқан небір нәзік сырлардың бәрін суыртпақтап шығарып алу үшін ең сенімді әдіс. Өкпелемейсіз ғой? Жоқ. Ендеше айтыңызшы, өмірдің негізгі ережесі, негізгі заңы деп нені түсінесіз? Өмірдің негізгі заңы деп адамдар арасындағы қарым-қатынасты түсінемін. Өмір сүрудің әдебі әр адамның соған лайық бола білу. Әдеппен өмір сүруді өмірдің ережесі. Адам болып қалу. Адал, арлы, таза қызмет істейтін заңгер не жұмысынан айырылады, не өзін жоғалтады дейді. Осы рас па? Мен оған толығымен келсем деп айта алмаймын. Өйткені көп болмаса да негізі адамдар әлі бар. Қандай адамдар? Өз адамның қасиетін жоғалтпаған, өзінің арын жоғалтпаған, бәрі іске бірдей ақша деп қарамайтын адамдар әлі бар. Өзінде, қызметінде жоғалтпайтын заңгерлер бар дейсіз ғой? Әрине, өзінде, қызметінде жоғалтпайды, өзінің адами қасиетін әр уақытта ту етіп ұстайтын, сондай ары жұтанды адамдар бар әлі. Бейнелеп айтар болсақ, сот жүйесі қоғамның омыртқасы, яғни негізгі діңгегі. Жаңа Қазақстан орнату үшін сот жүйесін реформалаудан бастау керек деген оймен келісесіз бе? Онымен толық келісе алмаймын. Жалпы біздің қоғамға әрі тек қана құқық саласын емес, сот реформасын емес, саяси жүйенің өзіне реформа керек. Осыны басқарушы билік, атқарушы билік жақсы білгенде дұрыс. Яғни саяси реформа менен сот жүйесінің реформасы қатар жүргенде ғана қоғам өзгереді дейсіз ғой? Екеуісі қатар жүрген қажет. Тек қана сот жүйесін біз реформалайтын болатын болсақ, ол онымен түбегейлі бір өзгеріске нәтиже жеткізу мүмкін емес. Өйткені қоғам ішінде болып жатқан келеңсіздіктер ол тек қана сотпен қатынаста болатын мәселелер емес. Күнделікті адамдардың өмір сүру салтында қалыптасқан, басқару жүйесінде қалыптасқан мәселелер ол саяси жүйеге келіп тіреледі. Саяси келеңсіздіктерге келіп тіреледі. Ал бұл ненің нәтижесі? Бұл саяси жүйенің өзіне де реформаның қажет екенін деген көрсеткіш.
Жуырда мемлекет басшысы сот жүйесін реформалауды конституциялық сотты қайта құрудан, конституциялық сот құрудан бастау керек деген тапсырма берді, ойды айтты. Бұған дейін бізде конституциялық кеңес болатын. Байқасақ, көптеген өркениетті елдерде конституциялық сот жоқ. Ал бізге неге керек конституциялық сот? Осы конституциялық сот пенен конституциялық кеңестің айырмасы не? Алғашқы сұрағыңызға айтар болатын болсақ, біріншіден кейбір дамыған мемлекеттерде, яғни адам құқығы тапталмайтын, адам құқығы сақталатын, адамда қарым-қатынастар қоғамдағы әр уақытта да алдыңғы шепте болатынның себебі оларда бұрыннан бір мемлекеттің қалыптасу жүйесі толығымен орнаған. Бір мемлекеттің заңын оңайшылықпен бұзбайды, мәселен. Сол адамдар да сондай, қоғамдағы тұрып жатқан адамдардың өзі сондай жүйеге қалыптасқан. Ол жазылған. Сөйтіп сол әркімнің санасында жазылған мәселе болғандықтан. Ал бізде алғаш 1993 жылғы біздің конституциямыз өзгерген уақытта, ол сол конституциялық соттар бар мемлекеттерден алынған еді. Солардың басқару жүйесінен алынған нәрсе еді. Ол кезде алғаш кеңес одағы ыдырағаннан кейін бізге қажеттіліктен туындаған еді. Яғни заңсыздықтарды болдырмау жөнінде. Сосын біз бардықта бұл конституциялық сотты конституциямен бірге қабылдағанымыз, орнатқанымыз, ол өте жақсы жұмыс жасаған. Ешқандай заңсыздықтарға жоғары билік басындағы жоғары кеңес болатын болсын, президенттің үкіміне шейін мәселен жоққа шығару құзыретінде болды. Конституциялық сот өте бір құзыретті, яғни конституциядағы нормалардың сақталуына толығымен ықпал жасайтын, жауап беретін қажеттіліктен туындаған бір сот орган еді. Конституциялық кеңес біріншіден ол құзыретті емес, тіпті бұрынғы өзінің қатардағы жеке ұйымдар, одан кейін қоғамдық ұйымдар, жеке азаматтардың арызданатын статусынан айырылған. Конституциялық кеңеске жеке адамдардың шағымдануға құқы жоқ дейсіз. Құқы жоқ. Айырмасы міне осында болып тұр. Ол тіпті қаралмаған. Ол тіпті қаралмаған, ол болмайды. Мәселен, тіпті депутаттардың өзі жеке адам ретінде алған уақытты қарайтын болатын болсақ, 5/1, егерде 172 депутат болатын болса, 34 депутат керек оған. Қарап отырсаңыз. Оған 34 депутат керек, яғни 34 депутаттың бір мәселемен бір уақытта арызданып шағымдауы мүмкін емес қой. Сондықтан оның жағындай мәселеден қабылданған конституциялық кеңестің тек қана сол. Бір сөзбен айтар болсақ, конституциялық сот жекелеген адамдардың құқын қорғайды, ал конституциялық кеңес жекелеген адамдардың құқын қорғай алмайды. Қорғай алмайды. 1992 жылы конституциялық сот құрылды. Ал 95 жылы осы екі аралықта бір 2 жылдай ғана конституциялық сот жақсы, мықты жұмыс істеді дағы, одан кейін конституциялық кеңеске өзгертілді. Енді конституциялық кеңес жеке адамдардың шағымдануына мүмкіндік туғызбайтын болса, онда конституциялық сотты, конституциялық кеңеске өзгертудің қандай қажеттілігі болды? 95 жылы. Не үшін өзгерді конституциялық кеңес болып? 93 жылы қолданған біздің конституциямен бірге конституциялық сот, яғни Қазақстанның болашағы бір қысқа уақытта демократияландыру себебімен қабылданған болатын. Өркениетті елдердің қатарына қосылу мақсатымен құрылды. Одан кейін біз 2 жылдың ішінде қосылып болдық та қайтадан кеңеске ауыстық па? Оның кейінгі мәселесі ол, яғни әрі президент, әрі жоғары кеңесте заңды бұзуға ешқандай жол берілмеді.
Ол уақытқа шейін қарасаңыз келесіз бір заң қабылданбады. 93 пен 95 жылдың аралығында. Демек Конституциялық сот басқа мемлекеттерде сияқты бүкіл сол баптармен қызмет жасады ғой. Қажеттілікті толығымен қамтамасыз ете алды дей аламыз. Онда неге өзгерді? 95 жылы конституциялық кеңеске өзгергені, әр конституциямыз қабылданды 95 жылға. Бүгінгі шейін өзгерістер мен толықтырулар болып қолданыстағы. Кеңес болғаннан кейін де бұл кеңеске президент ықпал ететін жағдайға келді. Түрлі заңдар қабылдауға әкелді. Соның ең алғаш біреуісі мұнай кенін Атыраудағы алдымен жекешелендірілді. Енді өндіріс орны ғой былайша айтқанда. Кейінгі болған жекешелендірулердің бәрі заңсыздыққа толы болды. Яғни кез келген адам, кез келген ұйым белгілі бір араларындағы көзқарас парықтығынан барып шағымданатындай Конституциялық кеңестің ондай құзыреті болмай қалды. Сондықтан өзінің яғни билікке ыңғайлы болды да, халыққа ыңғайсыз Конституциялық кеңес өзінің функциясын жасауды жалғастыра берді. Ол тіпті басқару жүйесінің бірден бір ыңғайлы жол болды. Билікке ыңғайлы болу үшін конституциялық кеңес етіп өзгертті дейсіз ғой. Бір сөзбен айтқанда солай ғой. Солай. Биліктің ғана қажеті үшін жасалынған дүние. Биліктің ғана ықпалында бола алатын, биліктің ғана яғни көкейкесті мақсатына жете алуын қамтамасыз етудің бірден бір жақсы құралы болды. Конституциялық кеңестің өкілеттілігі 6 жылға созылатын. Оның 7 мүшесі болды. 7 мүшесінің бірі елдің экс-президенті Назарбаев сол кездегі заң бойынша өле-өлгенше сол конституциялық кеңестің мүшесі болып қала алатын еді. Енді бүгін конституциялық сот құрылайын деп жатыр. Оның да бірнеше мүшесі болатын шығар, мен білмеймін қанша мүшесі болатын. Енді бүгінгі президентіміз сол конституциялық соттың мүшесі болып, конституциялық кеңестегідей өле-өлгенше сол мүшесі болып қала алады ма? Бұл супер президенттік басқару жүйесінен қайда әкелгенін біз бәріміз көрдік. Бұның соңын қайда әкелетінін бәріміз түсіндік. Яғни әрі осы біздің бәріміздің мемлекетіміздің кепілі болып отырған президент бұл супер президенттік басқару жүйесінен алшақтауды, яғни бас тартуды негізді деп таныды. Сондықтан да қажетті деп таныды. Сондықтан барып та Конституциялық сотты құру жөнінде қайтадан, яғни бағыт-бағдары 1995 жылдағы сияқты өзім болады деп ойлаймын. Құзыреті, өзінің функциялары жөнінен, өзінің жаңағындай құрамы жөнінен. Сондықтан бүгін экс-президент сияқты мына жаңа президент қалды ма, қалмай ма, ол жөнінде жоба болмағаннан кейін бұған тоқталу мүмкін емес, өйткені ол жобаны мен көрген жоқпын. Яғни ресми ақпарат құралдарында да шықпады. Енді супер президенттіктен бас тартып отырған президент конституциялық сот мүшелігіне мүше болып ене қояды деп өз басым ойламаймын. Мен де соны ойлаймын. Енді қараңыз, жаңа қоғам құрамыз, құқықтық қоғам құрамыз деп жатырсыз. Біздің қоғам соған қаншалықты дайын? Мына қараңыз, қаңтар қасіреті кезінде қоғам мүшелері заңды өрескел бұзды. Ұрлады, жырлады, тонады. Бұл бір деп қойыңыз. Құқық қорғау органдары сол құқық бұзушылардың ісін тергеудің орнына өздері заң бұзды. Азаптады, ұрды, соқты, өтіктеді, істемегендері қалған жоқ. 2 деп қойыңыз. Ықпалды күштер мемлекетке опасыздық жасады деген айыппенен түрмеге қамалды. Ықпалды күштердің өзі. 3 деп қойыңыз. Кейбір лауазымды офицерлер өлі түрде табылды. 4. Қаңтар қасіретінің нақты шындығы әлі қоғамға ашылған жоқ. 5.
судьялар өздерінің тек қана заңға бағынатындығын өмірде көрсете алмайды. Жалтақ алды деп қойыңыз. Сот шешімдері көпшіліктің көңілінен шықпайды. Жемқорлар көп. Дәлел керек десеңіз айтайын, былтыр ғана осы жоғарғы соттың судьясы пара алғаны үшін сотталды. Ол тіпті жоғарғы сот кеңесінің мүшесі де болатын. Ал енді төмендегілерден не сұраймыз? 7. Биліктің дүниеге Кремльдің көзімен қарайтыны елдің бәріне белгілі. 8 деп қойыңыз. Заңгер ретінде осы жайлардың бәрін сіз де теріске шығара алмайсыз. Міне осындай қоғамда құқықтық қоғам құру, жаңа Қазақстан құру қаншалықты мүмкін? Негізі құқықтық қоғам құру кез келген елдің, қоғамның түбегейлі мақсаты. Енді оған келу жолы әртүрлі болады. Заңсыздықтың қайда келетінін елдің бәрі түсінді. Бірақ бұндай қоғамды құру біріншіден қажеттілік. Тек қана біздің сот жүйесіне ғана реформа жасаумен бірге емес, саяси жүйенің өзіне де реформа жасау, ол реформаның да орнығуын, атқарылуын, орындалуын үнемі қадағалау. Жалпы бізде құқық қорғау органына түбегейлі реформа бір күнде алып бәрін адамдарды ауыстырып тастау мүмкін емес. Ол сатылап өзгеретін нәрсе. Біздің мемлекетіміз Біріккен ұлттар ұйымының азаптау жөнін туралы конвенциясына қол қойған. Бірақ сол азаптау туралы конвенцияның талаптары біздің мемлекетте көп жағдайда орындала бермейтін сияқты. Оны мына кейінгі қаңтар уақиғасы көрсетіп отыр. Неге қол қойған заң орындалмайды біздің мемлекетте? Мүше болғаннан кейін біз соны сақтауға тиістіміз. Тіпті ол жөнінде қаңтардағы құқық қорғау саласының жасалған зорлық-зомбылықтар жөнінде Европа парламенті не берді бізге? Ескерту берді. Біз ол қаулыны алдық. Оған байланысты президент жауап берді. Оған байланысты атқару жүйесіндегі тұлғалар өзінің пікірлерін білдіріп атты, яғни біз бұзғамыз жоқ дегендей. Демек, біз халықаралық біріккен ұлттар кеңесінің ұйымының мүше болғаннан кейін әрқандай да біз үшін бір бізге қажет етпейтін, я болмаса бізге тиісті емес сияқты қарауға тиісті емес. Біз оны сақтауға міндеттіміз. Енді соның сақталынбауын бақылайтын орган бар ма бізде? Сақталайтын прокуратура бар. Прокуратурадан басқа арнайы орган бар ма, тәуелсіз? Бұл жерде жеке мемлекеттік орган, тек қана прокуратура қадағалайтын. Арнайы тәуелсіз орган жоқ. Арнайы тәуелсіз орган жоқ. Бізде сотты сатып алу фактілері жоқ деп айта алмаймыз. Келсесіз ғой, бар. Ал сотты сатып алу қауіпті. Әрине. Бізде сотты биліктің қол шоқпарына айналдыру фактілері жоқ деп тағы айта алмаймыз. Әрине. Бұл одан да қауіпті. Сотты сатып алудан да қауіпті. Тәуелсіз, күшті, өз алдына дербес сот бола алатындай, биліктің тең дәрежелі 3 тармағының бірі бола алатындай сот жүйесін қайтып құрсақ болады. Мынау жемқор соттан қалай құтылуға болады? Қандай соның жолдары бар? Айтпақшы, соттардың бәрі қазір аяқ астынан тәуелсіз болып кетті делік. Билік басында отырғандардың бәрі сотталып кетпей ме? Негізі жаңағы алдыңғы ой өрбіткен сұрағыңызға байланысты жалпы қоғамдағы заңды бұзбау, заңды сақтау
демократиялық процестің жүруіне, яғни кез келген адамның хақына, құқына қалай болса солай қарамауы басқару жүйесіне көп байланысты. Басқару жүйесіндегі болып жатқан жайт туралы біз күндегі ақпарат жүйелерінен көреміз, қолдану құралдарынан көреміз. Бүгін қалай басқарылып жатыр қоғам, қандай заңсыздық бұл, парамен ұсталып жатыр ма, ұсталмай жатыр ма деген сияқты. Егер де бұл сондай бір жалпылама қасіретке келген уақытта қоғамдық сана соған байланысты қалыптасады. Яғни біз де істесек болады екен ғой, мүмкіндік болатын болса. Сондықтан басқару жүйесі бұны өте үлкен жауапкершілікпен қарауы тиіс. Біз қоғамды былайша айтқанда бетімен жіберіп алдық. 30 жыл бойы біз ел құрдық дейміз, бізде көптеген нәтижеге қол жеткіздік дейміз. Әрине нәтижесіз мемлекеттің жүру мүмкін емес. Соттарды, сот жүйесіне реформа деген кезде негізі сайлаулы түрде түскен жақсы. Тек қана сол кезде ғана тарапсыз болады. Кімдер сайлау керек соттарды? Халық сайлау керек. Халық сайлау керек. Қай уақытта? Парламент емес пе? Қай уақытта? Парламент қаншалықты адамның құрамынан тұрады? Ол парламентте халықтың жағдайын күтпейтіндей біз осы уақытқа шейін болған депутаттарды көрдік қой. 10 жылдап, 15 жылдап, 20 жыл бойы отырған депутаттарды көрдік. Тіпті кейбіреуінің фамилиясын да тегін де білмейміз. Не айтқанын да білмейміз. Мемлекеттің сол сайлаушыларының алдында өзін бір есептімен деп есептемейді. Сонда халық сайлаған соттар президентке де, ешқандай министрге де, басқа лауазымды адамдарға да тәуелсіз болады деп ойлайсыз ғой. Ал кейбіреулер айтады, сот жүйесіне түгелдей иллюстрация жасау керек дейді. Тіпті әрбірден кейін бұған дейінгі шыққан шешімдер соттардың, солардың бәрін комиссия құрып тұрып қайта қарап шығу керек. Дұрыс қабылданбаған шешімдердің судьялары жазасын тарту керек деген пікірді айтушылар бар. Сіз бұған қалай қарайсыз? Оның бәрін иллюстрация жасаудың керек жоқ. Қоғамда жаңғыртқан, қоғамға сондай мемлекеттің беделіне нұқсан келтіруші сот шешімдеріне жасаса болады. Мен жалпылама иллюстрация жасауға қарсымын. Егер заңсыз жекешелендіру мәселелерінің көптеген істерін қайта қарайтын болса, ғасыр істеріне айналып кетеді ғой. Мәселен, үлкен стратегиялық бағыттағы объектілер. Қазақмыз, неге болмасын? Я болмаса осыдан 2020 жыл болды ғой, маусым айында Расқалиевтің болған қылмыстық іс. Бұл жерде прокуратура о бастан қатынасты. Сонда ол жердегі прокуратурада заңды білмедім. Енді арада соттың үкімі күшіне еніп болғаннан кейін бұл мәселені көтеріп, прокуратураның осындай және Қазақстан бас прокуратурасының онша жақсы абырой әпермеді. Әмбе 70 миллиард теңгелік ұрланған мүлік, ақша қарап отырсаңыз. Сіздің айтайын деп отырғаныңыз, бір сөзбен түйіндейтін болсақ, алғаш кінәлі қылып шығарды адамды, ұрлықшы қылып шығарды, қылмыскер қылып шығарды. Біраз уақыт өткеннен кейін соны ақтап алды. Бұл сот жүйесінің абыройсыздығын көрсетеді. Сот жүйесінде оправдательный приговор, қазақшасы ақтау үкімі ме? Ақтау үкімі деген ұғым бар. Осы ақтау үкімі біздің қазіргі сот жүйесінде жоқтың қасы дейді заңгерлер. Бұл ақтау үкімі тіпті қылышынан қан тамып тұрған Сталиннің кезінің өзінде 10%-ке жеткен екен. Ал бізде тіпті 1%-ке де жетпейді деген сөзді айтады заңгерлер. Неге осылай? Ақтау үкімінің болмауы, қылмыстық істеген адам өзінің жазасын тартады. Ақталу мүмкін емес. Сонда сіз сөзіңіз аузыңызда. Біздегі сот ісіне жеткен сотталғандардың барлығы
ақталу мүмкіндігі жоқтар еді деп айтқыңыз келе ме? жоқ, толық деп айтпаймын. Мен жаңа айтып отырмын ғой, мен проценттік тұрғыдан алған кезде айта алмаймын. Ақталудың үкімінің аз болуы, яғни қолданған уақытта егер де қылмыстық жауапкершілікке тартылмайтын адам болатын болса, бірінші сат сотында, яғни сот залында босатып қоя береді. Бізде сот отырыстары қоғамға ашық көрсетілмейді. Неге олай? Неге жасырын өтеді сот отырыстары? Неге тікелей эфирлерде өтпейді? Осыдан бір 5-6 жыл бұрын әлеуметтік жүйеде осындай бір сот отырысын ешқандай несіз, комментарийсіз қойып, сол неге қатынасқан адвокаттың біреусі басы бәле қалды. Осыны істейді деп. Неге? Өйткені жоғары соттан бастап былайша айтқанда қолға алды адам. Баяғындай оған рұқсат болу керек, оның адвокаттық лицензиясын шейін алып алды, тоқтатты. Неге? Өйткені соттың рұқсатынсыз ондай сот отырысындағы, сот процесіндегі қойылымды апарып әлеуметтік жүйеге салған үшін. Бірақ ол жерде ол жабық сот емес еді. Яғни жабық сот болмағаннан кейін сот ашық. Ашық болғаннан кейін мен өзім заңгер ретінде көзқарасым, ол әлеуметтік жүйеде бола ма, жоғалып жазып жере ме. Ең бастысы сол күні сол сотты жүргізіп отырған судьяның сөзін бұрмалаушылық болмаса болды. Қалған салада берілетін баға беріледі. Бұдан кейін бұл өзі бір жылдай жүрді осы мәселе. Әлеуметтік жүйеде талқыланды, жоғары негін етті, аяғында жоғары сот қателеспесем қайтадан лицензиясын қайтарды. Бірақ содан кейін осы сияқты көріністер әлеуметтік жүйеде қайтып шықпады. Шықпауының себебі де яғни біздің сот жүйесінің мамандары бұған дайын емес. Психикалық тұрғыдан. Біз өзі жабық қоғамбыз ғой. Неден соншама сөйтіп тығылып жасайтынымызды мен де түсінбей ақ қойдым. Неге бір ашықтық жоқ? Неге бір қоғамның талқысына түсетін мәселелер ретінде жоқ? Ол мәселен Америкада болып жатады. Ресейде де болып жатты бір ара. Қарап отырсаңыз, көбінесе кімге ашық отырыс соты, кім қалайды, адвокат қалайды, сот қалай үкім жүргізеді. Ол ютубта тіпті қыдырғалы 10 жылдың үстінде болды. Бұрыннан болды түсіп келе жатқан мәселелер. Біз өкінішке орай бұның бәрін жабық қыламыз дейміз де, сондықтан ешбір нәрсе жөнінде біз пікір білдіру, бір қоғамда ашықтық, демократиялық процестің жай бір ғана көрісін қалыптастыру жоқ. Біз сотта айтып отырмыз, сізбенен тіпті парламент отырыстарының өзі тікелей эфирде жүргізілмейді ғой. Мен осы біраз жылдар бұрын ағылшын парламентінің мәжіліс залында болдым. Онда ашық, жаңағы туристерге есік ашық. Кіріп көруіңізге болады. Оларда енді күнде мәжіліс өтіп жатпайды. Билетін төлейсіз дағы, қасыңызда ешқандай қару ештеңе болмаса болды. Кіріп туристер ішін аралап жүре береді. Парламент отырыстары тікелей эфирде жүріп жатады. Тікелей эфирде. 6 камера есептедім. Көрсетіп тұр. Жаңағы тікелей эфирде. Неге біз өркениеттілікке ұмтыламыз дейміз? Жаңа қоғам орнатып жатырмыз, жаңа Қазақстан орнатып жатырмыз. Неге біздің парламенттің мәжілістерінде солай тікелей эфирде көрсетпесе? Тіпті бәрін болмаса да маңызды мәселелерді қараған кездерде тікелей эфирде көрсетсе, халық кішкене сауаты көтерілер еді деп ойлаймын менің. Халықтың жаңағы құқықтық санасы қалыптасар еді ғой деп ойлаймын. Осыған бізге не кедергі жасайды? Серік болсын, билігін жүргізіп отырған уақыттарында, мәселен қарап отырсаңыз, мен таң қалатын бәрі ашық болады. Кейіннен біз осында бір неге өтіп алдық. Әмбе жабық жерде, жабық мәселеде әртүрлі нәрсені түзетуге болады. Ашық мәселе түзете алмайсыз. Айтылды, сіз айттыңыз, мен айттым, оны қайтадан отырып сол мәселені талқылай алмаймыз. Яғни бұның пайдасын солай көрсе, көруді жөн көргенде жөн көреді деп өзім ойлаймын.
пайдасы солай жөн көреді деп ойлаймын. О әйтпесе біз өзіміз дамыған мемлекеттерге қосылғымыз келеді, барсақ сол сияқты өмір сүргіміз келеді, келесі баяғы салтымен қалпымызда жүрміз. Сондықтан бұл мен өзім ойлаймын, тоқталмастан бұған талпыныс қыла болу керек. Бұған мемлекеттік басқару жүйесі өзінің қолына алу керек. Ашық сот отырыс сияқты сотта болу керек. Мүмкін біз ойлағанымыздай көрініс болмауы мүмкін. Бірінші рет, екінші рет, үшінші рет. Олар да біз сияқты адам ғой. Ол қалыптастыру кез келген нәрсені әрі қоғам қалыптасады, әрі жастар қалыптасады. Bir ara o sot salası болмаса да студенттердің жап-жақсы нелері бар еді. Ол программалардың бәрі қайда кетті? Кейбір бүгінгі партия лидер болып шыққан жастар сол трибуналардан, сол мінберлерден шыққан азаматтар еді. Араб әмірліктерінде мемлекет бюджетінің негізі мұнайдан емес, туристік табыстардан қалыптасады екен. Ал Түркияда мемлекеттік бюджеттің 25% туристік табыстардан, туристік қызметтің табыстарынан қалыптасады екен. Тәуелсіз сот жүйесі және экономика және инвестиция. Осы тәуелсіз сот жүйесі менен экономика, инвестицияның арасында байланыс бар ма? Әрине бар. Тәуелсіз сот жүйесі кез келген мемлекетке заңның сақталуының жарнамасы. Заңның сақталуының жарнамасы. Және кепілі. Әрине кепілі. Яғни бұл жерде конституциялық әр адамның құқы, келген турист пе, Қазақстандағы түрлі ұлт этнос кім болса болсын, оның бәрінің хақы мен құқы мемлекет алдында, заң алдында, сот алдында бірдей екенінің көрінісі. Бұндай мемлекетке инвестордан келуі, проценттік қатынаста айтсаңыз өте жоғары болады. Қай мемлекет тыныш, қай мемлекетте заң сақталынады, қай мемлекетте енді түрлі сауда-саттық инвестиция болғаннан кейін ол мәселелерде ешқандай бас ауыртатын мәселе күн тәртібіне келмейді. Күн тәртібіне келмейді де әрі орындалуына, мәселен Қазақстан сияқты, Қазақстанның потенциалы үлкен. Инвестиция жағынан алып қарасаңыз. Жаңа өзіңіз айтып отырған Турцияның өзінде бір заңсыздық, енді әр мемлекетте де барша бір сіздіге полицейский келіп жағындай паспортыңызды сұрап, сұрамайды. Бұл нені көрсетеді? Яғни ол полицейский өз жерден сенің келіп паспорт сұраған кезде сенің сұрауға хақың жоқ. Біріншіден. Күдікті адам болмаса, сен шағымдансаң, демек ол полицейскийдің не үшін оны сұрағанына тексеріледі. Ал заң бар, тексерілген уақыт ол полицейскийді бет алып сұрамайды. Күдікті адамды бірі ұқсатуы мүмкін, я болмаса үстіңіздегі түрлі тасып жүрген нәрсеңізге байланысты жүк болады, қолда таяқ болады, тағы бірден темір болады деген сияқты, соған байланысты күдіктеніп қарауы мүмкін. Бірақ біздегі сияқты машинасына мінгізіп алып 2 сағат, 3 сағат сусыз, ешқандай өзінің қажетті нәрселерін, тамағын бермей тасып жүрген күндерде болды, әлі болып та жатыр. Я болмаса тоқтатқысы келген машинаны тоқтата салу мәселе. Сары номермен келе жатыр, жаңағындай алып тоқтатты. Мысалы, бұлар да кейін ақырындап өз ретіне келе жатыр, но жалпы бір Турцияның өзінен 2021 жылғы неде түскен туристік дамудың өзіне айтайын сізге 24,5 миллиард доллар. 24,5 миллиард доллар. Бір туристік. Бізде қандай тамаша туристік жерлер бар. Әр келген турист қорқады. Қарап отырсаңыз. Демек, біздің сотымыз тәуелсіз болатын болса, сот жүйесі тәуелсіз болатын болса, бізге туристер көптеп келеді, инвестиция көптеп тартылады. Демек, біздің экономикамыз дамиды. Соған байланысты даму тәуелсіз сот пенен экономиканың арасында тікелей байланыс бар деген сөзді айтқымыз келеді. Украинадағы жағдайға оралмай кету мүмкін емес. Дүние жүзінің назары осыған ауып отыр қазір. Ресейде
өзінде тікелей соғыс болып жатпаса да, Ресейдің халқы қазір ағылып жан жаққа бытырап жатыр. Біздің Қазақстанға да 80 мыңға дейін Ресей азаматтары ауып келіпті деген ақпарат бар. Енді ресми емес ақпарат, бірақ бар. Біз оларды енді босқындар деп айта алмаймыз, өйткені ол елде соғыс болып жатқан жоқ. Мүмкін қашқындар шығар. Мүмкін режимнен қашқандар шығар. Енді қалай болған күнде де босқын болсын, қашқын болсын, кеудеден итере алмаймыз. Бұл адамгершілікке жатпайды. Және қазақ ондай емес, оны тарих дәлелдеген. Қайтеміз? Келді, келсін дегеннен басқа сөз айта алмаймыз. Бірақ назар аударатын бір мәселе бар. Орыс әлемі, орыс шовинизмі деген көзқарастар бар. Мұны қайда қоямыз? Қандай адамдар, қандай пиғылмен келіп жатқанын қайдан білеміз? Тыныштығы айрандай ұйыған еліміздің, еліміз алатайдай бүлінбей ма? Ертең күні жағдайымыз қалай болады деген мәселелер сізді де, мені де, әрбір қазақты толғандыратыны анық енді. Осы Ресейден келгендердің менің білуімше 30 күнге ғана визасыз жүретін мүмкіндігі бар, құқы бар. Одан кейін ары қарай қалай болады? Оларға азаматтық беріле ма, әлде босқын мәртебесі беріле алмайтын шығар, өйткені олар босып келген жоқ қой. Иә, қашқын деген мәртебе жоқ. Сонда олар ары қарай біздің елде қалай өмір сүреді? Және олар біздің тілімізді де білмейді. Басқа өркениетті мемлекеттер секілді шетелден келгендерді әлгі 1 жыл оқытып алатын мүмкіндік бізде тағы да жоқ. Сонда бұлардың алдағы жағдайы заң тұрғысынан алып қарағанда қалай болуға тиісті? Келе бере ме, тоқталмай ма дейсіз ғой? Иә, келе бере ма, тоқталмай ма, жоқ белгілі бір тосқауыл бола ма, қалай болады бұл енді? Негізі біз соны кейін оларды жұмыспен де қамтамасыз ету керек қой. Біз өзімізді жұмыспен қамтамасыз ете алмай отырмыз. Оларды қалай асыраймыз, оларды қалай жұмыспен қамтамасыз етеміз деген мәселелер алға тартылады. Көші-қон миграция заңы бойынша Қазақстанның, Ресейдің кез келген Ресейден Қазақстанға келген, я Қазақстаннан Ресейге барған қазақ азаматы өзіңіз айтқандай бастапқыда 30 күнге шейін қалады. Тіркеусіз. Миграционный карточка дейді, біздікілер о жаққа барғаннан тіркелгеннен кейін ары қарата бұны 60 күнге шейін ұзартылады. 60 күнге шейін ұзартылады. Ол 60 күні біткеннен кейін бітпей тұр. Яғни бір рет қайтадан барып қайту. Ол жаңадан келген есептелінеді. Солай жүре бере ме? 60 күн сайын? Сондай есеппен келіп кететіндер, келіп жатқандар сондай есеппен. Өйткені қазір бәр жерде санкция кірді Ресейдің табалдырығына. Сондықтан ол қолданылып та жатыр. Тіпті өзінің банка карталарынан қолдану мәртебесінен айырылғандар. Сондықтан олар уақытша деп өзім ойлаймын. Және кеше бір әлеуметтік жүйеден қойдым, көзін шалып қалды. Бір осындай бизнесте жүрген бизнесмен үлкен 20 миллион долларға мен Қазақстанға инвестиция жасаймын деп айтқан екен, өзінің сол несін, көзқарасын білдіріп айтқан адам. Сол сияқты енді онда инвестиция жөнінде жүргендер болар. Бірақ біз инвестициялық көзқараспен алға қараған уақытта біз одан көп ұтылмаймыз, өйткені ақша бізге келеді. Бұл экономика біздің кәдімгі қоғамға керек нәрсе, жұмыс күші керісінше ашылады Қазақстан азаматтары үшін. Егер инвестор келсе, инвестор ретінде келетін болса, ал жанын күйттеп келген адамдар болатын болса, олардың тұрағы 90 күн. 90 күннен кейін бұл адам кетіп қайттан келу керек. Енді 90 күн екенін, қанша екенін қайдам келіп үй сатып алып жатқандар бар ғой. Ол енді алған кезде біріншіден біз Қазақстан
азаматы болмағаннан кейін ондай мәліметтер былайша айтқанда мен өзім көрмедім. Енді алса да бір Қазақстан азаматы еместердің үй сатып алу құқы бар ма? Қазақстан азаматы еместердің үй сатып алу құқығы жоқ. Егер де бұның ықтияр хат дейміз ғой, сондай несі болса ғана сатып алынады. Сондықтан Ықтияр хат кімдерге беріледі? ықтияр хат ол кәдімгі ішкі істер министрлігіне керекті ережесі бойынша арыз арманын айтып, өзінің мемлекетінен ешқандай сотқа тартылмағаны, өзінің жалпы отбасы жағдайының бәрін көрсетіп, кез келген адам талап қыла біледі, арыздана біледі. Талап емес, Басқа елдің азаматы. Арыздана біледі. Ал оны беріп бермеу ішкі істер министрлігінің өзінің бір заңдық тұрғыдан ережелері бар. Әркімге бере алмайды, әркімге бермейді де, қарап отырсаңыз. Бұрындар енді олар болмады емес, болды, бірақ бүгінгі таңда кім көрінгенге берілмейді. Өйткені осында бұрыннан жүрген түрік азаматтарын білетін болғаннан кейін, орыстарды білгеннен кейін, украиндықтарды білгеннен кейін сөйтіп келіп жүргендер бар, виза алып, виза ашып дегендей. Я болмаса жұмысқа тартылу жөнінде ресми рұқсат алып жүретіндер бар осы жерде. Конституциялық сот туралы заң қабылданады деп отырмыз. Сол заң қабылданғаннан кейін Конституцияға өзгерістер енгізілетіні белгілі болып отыр. Президентіміз айтты, 30-ға тарта өзгерістер енгізіледі деді. Осы заң қабылданғаннан кейін мынау елбасы туралы заң күшін жоюы мүмкін ба? Сіздің жеке пікіріңіз қалай? Осы заңның күшін жою қажет па? Соны мен де түсіне алмадым. Қаншалықты керек екен бүгінгі президентімізге қажеттілігін қаншалықты көр алып отырғанына, көре алмай отырғанына. Неге десеңіз, президенттің жеке автокөлігі бұл мемлекеттік бюджеттен төленеді. Яғни өлгенше әрі жүргізушісі, әрі машинасы ықпалында болады. Және президенттің окладының 80% төленеді. Яғни президент, мәселен, айда $10,000 алатын десек, соның 80% айлығынан экс-президент. Ол зейнетке шыққаннан кейін де. Зейнетке шыққаннан кейін де жүреді. Өлгенше жүреді. Және президент отбасы мүшесінің 10 есе былайша айтқанда ең біздегі қазіргі төменгі зейнетақы қанша? 45.000 ба? 45.000-ді 10-ға көбейтсеңіз, сонда 450.000 әр отбасының мүшесі алады. Сонда бұл бюджетке қаншалықты пайдалы? Президенттіктен кеткеннен кейін де. Кеткеннен кейін. Мысалы, қазірде бірінші Назарбаевтың отбасының әр мүшесі төменгі айлық деңгейінен, зейнетақы деңгейімен, төменгі зейнетақы деңгейінен 10 есе артық, 10 есе мөлшерде. 10 есе мөлшерде зейнетақы алып отыр ма? Әлде жәрдемақы алып отыр ма? Жәрдемақы алып отыр. Енді осы қалай енді сонда? Бірінші президенттік заң ғой. Қабылданған заң. Сол заң бойынша солай. Бұны енді үш жерде неге сенаторлар бұл мәселені көтермейді қазір? Неге жеке тұлғалар бұл мәселені көтермейді? Неге депутаттар бұл мәселені көтермейді? Біздің қазіргі бюджетіміз, біз дамыған емес, дами алмай отырған мемлекетпіз. Бар байлықтың үстінде отырып, дами алмай отырған мемлекетпіз. Өзінің мүмкіндігін бәрін рационалды түрде қолдана алмай отырған мемлекетпіз. Бар заңды орындай алмай отырған мемлекетпіз. Заңның, мемлекеттің әрі үлгілік көзқараспен, әрі атқарылу жөнінен өрескел қабылданған моральдық сипатқа сәйкес емес заңдарды біз әлі құшақтап отырмыз. Бұның нәтижесін біз көрдік. Сөйте отырып біз жаңа Қазақстан орнатамыз дейміз. Қалай енді солай? Өкінішке орай. Тақырыпты ашты.
Сонда бұны сондықтан әлі оны білмей отырған емес деп өзім ойлаймын. Мұншама тоқыратуының да қажеті жоқ еді. Мен март айындағы, осы наурыз айындағы жолдамадан осыны естігім келген болатын. Бірақ ести алмадым. Енді үмітсіз шайтан дейді, әлі де болса мына Конституциялық сот қабылданғаннан кейін өзіңіз секілді жеке азаматтар бәлкім сол елбасы туралы заңды өзгерту туралы шағымданатын болар, одан кейін өзгертетін болар. Үмітсіз шайтан дейді ғой, үміттенейік. Әрине, үміттенеміз, бірақ әлі ол сот, Конституциялық сот орнатылмай тұрып, жаңағы елбасы туралы заңның жаңағындай өзіңіз айтып отырған сұмдық нәрселер ғой. Енді пенсияға шығып кеткеннен кейін де оның отбасы мүшелері де соншама мөлшерде жәрдемақы алып отыруы деген. Мүмкін ол Конституциялық сотты қабылдамай тұрып, әлгі елбасы туралы заңды күшін жою мүмкіншілігі бар шығар. Парламентте бар шығар ондай мүмкіншілік. Қалай ойлайсыз? Әлде жаңағы Конституциялық соттың құрылғанын күтіп, жекелеген азаматтардың шағымданғанын күтуіміз керек пе? Яғни ол кезде дейік мәжбүрлі түрде қабылдады. Талап етті дейік. Одан бері қарата міне көрді ғой, бұл жүйенің ешқандай бір мемлекетте жоқ екен. Билік жүйелерін толығымен узурпация жасау, узурпатор болу, авторитарлық режимнің не екен біз толық түсініп болған адамбыз. Міне, қазір қатардағы арнайы білімі болмаған заңгерге шейін осыны ұқты. Неге құлшыныс инициатива өздерінен шықпайды? Мен соған таңмын. Бүгінгі әңгіме сізге ұнады ма? Ұнады. Қоғамдағы мәселені өзіңіз сияқты ерікті жүрген тәжірибелі мамандардың белгілі бір көзқарасты қалыптастыру үшін заң саласынан болсын, я болмаса соны білу жөніндегі әр уақыттағы баға беру өкінішке орай уақытында болмаса қиындау, хаос тудырады. Мемлекет әр нәрсеге үлгере алмауы мүмкін, бірақ құлшыныс білдірген адамдарды қолдауынан болады ғой, неге болмасқа? Айтайын деп отырғаныңыз, блогерлерді қолдау керек, осындай тақырыптарды көтерген блогерлерді қолдау керек дейін деп отырсыз ба? Әрине, осындай тақырыптарды көтерген, әлеуметтік мәселелерді көтерген, әрі үлесін қосқан, қоғамның қалыптасуына, қоғамның дамуына бейжай қарамайтын адамдарды қолдау мемлекеттің міндеті. Блогер туралы заң керек қой онда. Қабылданса оның несі артық? Ол қоғамға пайда емес пе? Сізге көп рахмет, әр уақытыңызды бөлдіңіз. Бұл заман мағынасында әрі қаражатыңыз шықты дегендей. Негізі енді таза инициативамен, таза құлшыныспен жүрген сізге не береді? Соны сұрасам бола ма? Маған өмір береді. Мен осыменен өмір сүремін. Өйткені өзімнің мамандығымды өте жақсы көремін. Рахмет. Сізге де көп рахмет. Әңгімеңіз үшін. Әділеттілік деген сөз кез келген жүйедегі маңызды құбылыс. Соңғы ширек ғасырда осы әділеттілік сөзінің біздің қоғамда деградацияға ұшырағаны соншалық, қазақ парадан бас тартқанша күн батыстан тезірек шығады деген жағымсыз көзқарас пайда болған. Бұл көзқарастан арылу оңай шаруа емес. Бұл тіпті бірнеше жылдың шаруасы да болмауы мүмкін. Өйткені бұл қоғамды жайлаған дерт, ал дерт қарыстап кіріп мысқалдап шығады. Бұл арада кадрлердің орнын алмастыру, азынаулақ косметикалық өзгерістер жасау көмектеспейді. Әділетсіздік дертінің бір ғана емі бар. Ол ақыл, білім, ар. Сау болыңыздар.